Барлықтарыңызға қайырлы күн. 2024 жылы жалпыға бірдей декларация басталады. Бұрын бұл декларацияны, яғни 250 форманы тек қана мемлекеттік қызметкерлер мен олардың жұбайлары тапсыратын болса, енді ИП және ТО иелері және олардың заңды жұбайлары тапсыратын болады. Егер сіз атыңызда ИП бар немесе ТО бар ма жоқ па, соны тексергіңіз келсе, осыған дейінгі салынған мына екі видео арқылы тексеруіңізге болады. Негізі бұл 250 форманы телефон арқылы тапсыруға болады. Оның негізі 3 жолы бар. Біріншісі ол YouGov Mobile приложениесі арқылы, екіншісі Есалық Азамат приложениесі арқылы, және үшінші Халық банктың приложениесі арқылы. Ал қазір сіздерге YouGov Mobile приложениесі арқылы қалай тапсыруға болатынын көрсеткім келеді. Ол үшін YouGov Mobile приложениесін өздеріңізге скачать етіп аласыздар. Менде мына жерде дайын тұр, оны ашасыздар, регистрациядан өтесіздер. Ортасында тұрған услуги деген таңдайсыздар. Мына жерде 5-ші тұрған налоги финансы деген таңдайсыздар. Енді сәл астына түсіресіздер де прием налоговой отчетности формы 250 деп тұр. Соны таңдайсыздар. Енді мына жерде аттарыңызды автомат түрде шығады. Налоговый период дегенде 2024 жылды таңдайсыздар. Келесі сіздерге категорияны таңда деп тұр. Яғни біріншісі, егер сіз мемлекеттік қызметке тұруға кандидат болсаңыз, немесе сол кандидаттың жұбайы болсаңыз, А вариантын таңдайсыздар. Ал егер бұл вариантқа ешқандай қатысыңыз жоқ болса, В вариантын таңдайсыздар. Бізде көп адамдар В вариантына сәйкес келеді. Енді форма даты дегенді сіздер 31 декабрь, яғни 31 желтоқсан 2023 дегенді таңдайсыздар. Готово. Мына жерде электронный адрес дегендерге өздеріңіз почталарыңызды жазуға болады. Келесі вид декларация. Бірінші тапсырып тұрсаңыз, первоначальная деген таңдайсыздар. Екі немесе одан көп болса, очередная дегенді таңдайсыздар. Мен бірінші тапсырып тұрмын. Келесі признак резиденция, яғни Қазақстан Республикасының азамат болсаңыздар, резидент РК деген таңдайсыздар. Ал енді келесі төмен қарай түсіретін болсақ, енді мына жерде мұқият тыңдаңыздар. Негізі бұны қазақстандықтардың 98% нулевка дейді ғой, жаңағы пустографа қылдырып тапсырады. Себебі бұл декларация сіздің шетелдегі мүліктеріңіз туралы болып есептелінеді. Яғни егер шетелде счеттарыңыз бар болса, машиналарыңыз бар болса, жылжымайтын мүлігіңіз бар болса, инвестицияңыз бар болса, акциялар, яғни құнды қағаздарыңыз болса, сәйкесінше мына жерде галочка қоюларыңызға болады. Ал бізде, қазір мен сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу үшін айтып тұрмын, бізде көп адамдар шетелде ондай мүліктері жоқ. Сондықтан мына жерде ешқайсына галочка қойылмайды. Енді ең соңына дейін үстіп түсіресіздер де «Я несу ответственность» дегенді басасыздар. Мына жерде код органа дегенде таңдайсыздар, РГУ-ды таңдайсыздар. Мына жерде код органа дегенде өздеріңіздің пропискаларыңыз қай жерде, сол жерді таңдайсыздар. Мысалы, мына жерде Астана қаласы, Саракинский район бойынша пропискамыз бар. Сондықтан осыны таңдаймыз. Енді отправить ОГД дегенді басасыздар, да дегенді басасыздар. Болды. Сонымен сіздің отчетыңыз кетеді. Енді кейбір кісілер айтады, менің Қазақстанда осындай машинам бар, осындай үйім бар, оны қай жерге жазамын дейді. Оны да тапсырасыздар, бірақ бұл 250 формада ол туралы ештеңе жазбайсыздар. Сіздің Қазақстандағы мүліктеріңіз туралы тапсырылатын форма ол 270 форма. Оны 2024 жыл емес, 2025 жылы тапсырасыздар. Әзірге шатаспаңыздар, бұл 250 форма. Сонымен осындай қысқа ғана әдіспен 250 форманы тапсыра аласыздар. Міндетті түрде бұл форманы тапсырыңыздар, егер категорияңыз сай келсе. Егер бұл форманы, яғни 250 форманы тапсырмайтын болсаңыздар, біріншіден сіздерге ескерту, ал екіншіден 15 МРП штраф күтіп тұрады. Сондықтан бұл форманы осылай тапсырыңыздар. Сонымен егер видео ұнаса лайк, сұрақтарыңыз қалса комментарий қалдырыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қоса достарыңызға
осы видеоны жіберіңіздер, олар да біліп жүрсін. Рахмет.